Сәлем бәршеге, кеш жарық. Бәріңізді кіріп келатырған 8 март халықара қатын қыздар байрамы менен құттықтаймын. Сіздерге бір сауал. Өмірлік жолдасыңыздан не алуды қалер едіңіз? Гүл ма, пұл ма? Мен пұлды таңладым. Һәм де өзімді қуантайын деп магазиннен көкмара қазанын алдым. Өзі кухняға мазалы ауқаттар пісіріп жеу үшін. Міне, өзіме алған подаркым. Ең керекті зат. Одан кейін және керекті зат осындай фен алды. Бұның үшін өмірлік жолдасыма рахмет айтамын. Хәмеше басыңыз аман болсын. Біздер үшін әрекет қылып атқан болсаңыз, Аллахым хәмеше сізді өзі панахында асырасын. Енді айтқаным әйелдерге мен пұлды таңладым деген, біздердің қазірде гүл алуға гүл алатын неміз мүмкіншілігіміз жоқ. Себебі өмірлік жолдасым қасымда емес. Но өмірлік жолдасыңыз қасыңызда болғанда бәрібір еркек адамнан әйел адам гүл алғаны басқаша болады. Сөйтіп отырған бір кезімде қуанып, өзімді өзім балам маған сюрприз қылып, екі қарындасына ол да бізге бір подаркілер әкелді.